Болып біріккенін аңсаймын. Бірақ бақталастар кедергі болып мүмкіндік беретін емес. Әр тайпаның көсемі өз алдына би болып бағынғысы келмейді. Не істейміз? Қалай ел боламыз? Қалай бірігеміз, Сардана? Елің үшін отқа түсіп күйіп жүрсің патшайым. Білемін, барды ойың сақтарды біріктіріп ел ету. Сақтарды біріктірмей бөлшектеп жүрген тайпа көсемдері ғой. Шыдайық патшайым, шаршамайық. Ел болу мақсатымыздан танбайық. Бәлкім сенікі де жөн шығар. Патшайым, Рүстем батыр елі кіруге рұқсат сұрайды. Рүстем осыдан 5 жыл бұрын алыс елдерге барлаушы етіп жіберген. Келген екен, не айтатынын тыңдайық. Кірсін. Падишам. Армысың, Рүстем батыр? Төрлет. Ал, аман есен оралдың ба еліңе? Қай жерлерге бардың? Не көріп, не білдің? Айта отыр батырым. Мен көп жерді араладым, көп жерді көрдім. Ойыма көп нәрсе түйді патша. Грек қалаларын араладым, Египет сарайларын араладым патшайым. Бірақ патшайым, олар бір ел жеңуге бір патшаны жеңуге жарамады. Қалай? Кейінірек айтшы, Рүстем. Түсінбедім. Парсы елінде Кир деген патша бар екен. Әскері біздің ешесі көп. Қаһарлы патша екен. Естуімде патшалардың патшасы дейді. Бізге маңайдағы барлық ел жаулапты. Енді бізге соғыс ашпақшы. Сақ елі ешқашан жаудан қорқып көрмеген. Келсін Кир. Қанша әскері болса да көрейік. Ертеңге тайпа көсемдерінің бәрін жинаңдар. Соғыс жайын талдайық. Жоқ патшайым, бірден соғысқа ұмтылмай асығыс шешім қабылдамайық. Не дегенмен бұл бір елдің тағдыры. Сардана, сонда сенің не ұсынғың келіп тұр? Еші жіберейік әміршім. Айталы, елші болып мені жіберіңіз. Өз еліміздің бәріне дайылық. Жоқ патша, ханзадан амандыға бәріне де маңызды. Елшет мен жіберіңіз. Тынышталыңдар. Патшалардың патшасы деп санайтын Кирдің алдына мына отырғандарының ешбірін бас елші болып бармайсыңдар. Кирдің алдына елші болып мен өзім барамын. Жоқ патшайым. Және бұл мәселе қайтып талқыланбайды. Сақшы! Ертеңге сарбаздар мен аттарды дайындаңдар. Сардана, Рүстем, сендер менімен барасыңдар. Спаргатус, сен елге бас көз бол. Ал біз ертең таң атпай жолға аттанамыз. Дайын болыңдар. Патшалардың патшасы, ұлы Кир, түріміз жайсыз көрінеді. Бәрі дұрыс па? Осы мен жөндеп ұйықтай алмай жүргеніме 6 күн, 6 түн болды. Көзім білсем болды, қайдағы керексіз ойлар қамайды да тұрады. Осыншама мені қинайтындай тағдырға не жазып қойды екен? Патшалардың патшасы, ұлы Кир, сенен асқан патша жоқ. Әскерің мені жорыққа дайын тұр. Бар болғанда өзіңіз тұрып, басқа да елдерді бағындыру қалды. Дұрыс айтасың. Ұлы даланың жұпары менің тұлпарларымның тұяғын сағынып қалған болар. Сеңсердің шаңқылы
мені серіктетін болады. Падишам, осы Хорезмнің желісінде Сақ Томирис патшайымның жері бар екен. Бізге ең жақын орналасқаны сол. Сол жерден бізге елші жіберіпті. Кірсін бе? Кірсін! Бәрібір ұйқы жоқ. Кірсін! Патшалардың патшасы ұлы кер алдында тізелеріңді бүкіп бастарың дейіңдер. Ұлы кер алдында тізеңді бүкіп басың дейін. Қалғып отырған патшаға қара да бас емес. Алдына келіп түк тұрғанының өзі үлкен құрмет. Мынауың әйелі ғой. Менің есімім Шұғыла, тегім Масали. Сақ патшайымы Томиристің жіберген елшісі боламын. Ардан. Сонымен атым Шұғыла деш. Томирис қанша етектінің көркемі деуші еді. Бірақ көрік жағынан сенімен теңдеседі ме екен? Екеуміз жастайымыздан бір ананың сүтін еміп, теліме туыс болып келеміз. Содан болар, бір-бірімізге қатты ұқсаймыз. Патшайымың айта бар. Патшалардың патшасына басын ейсің. Жерін сауғаға беріп, ел етегіме келіп тығылсын. Бізде қанымыз асыл, тіліміз таза халықпыз. Ол сенің ойың, патшам. Ал оған Томирис патшайымым келсе қояр неге? Біздің елде анау айтқандай байлық та жоқ. Сонда сен, кер патша, неге біздің елге сонша қадалдың? Томирис патшайымның ақыл мен айласына тәнтімін. Елшілікке ерте емес, нәзік аруды жібергенін қарашы. Мен сенімен тіпті айтыса алмай отырмын. Өйткені сен өте бір сұлу екенсің. Патшалардың патшасы ұлы кер. Егерде ұрғашының жүзі семсердің жүзін жасытса, онда сен бір әлсіз болдың ғой. Жоқ, о не дегенің? Мені осы күнге дейін ешбір нәрсе қорқытып көрмеген. Тіпті ажалдың өзі. Солай ма? Ал қаннан қорқпайсың ба? Жоқ, Қанжарыңды берші. оны қайтпексің. Жаңа ғана ешқандай қорқыныш сезімі жоқ дегенің жай ғана мақтаныш сөз ғана болғаны ма? Қансырап өлсең, мен сенің ажалыңа жауап бермеймін. Біздің елде осындай бір бәс бар. Бұл бәске ең мықтылар мен жүрек жұтқандар ғана түседі. Мә, қанжарыңды ала қолыңды кес. Көрелік, кім бірінші тамыр басып, қанын тоқтатар екен. Мына қызы толып кетті ғой. Келесі кімдікі? Ажалдікі. Мінекей, енді екеуміз бір-бірімізге қанмен де байландық. Бұл ойында кім жеңді? Бұл ойын емес. Бұл сенің қаныңның тасуы. Ал мен сенің арам қаныңды ағызып тастадым. Ал енді құратқан мінгендей құлпырып шыға келесің. Ұйқың да тыныш болады.
Мардан! Әмірші. Сенің қасында ақылшы, елші болып жүргеніне көп болды. Сол себепті мен саған жұмыс тапсырмақпын. Ертеңнен бастап сақ еліне елші болып барасың. Томирис ханымға айта бар. Тыныш ел болғысы келсе, менің әйелім болсын. Жеріме жері, еліме елі қосылсын. Көп елге елші етіп бұрыннан да жіберіп жүрсіз. Осы жолы да барамын. Томирис патшайымның жеріне барайын. Сәлеміңізді жеткізейін. Құр сәлеміңді жеткізбей, шын санап кел. Және бізге жақтасатын адам болса, тауып сөйлесіп көр. Алтын күмісті мол етіп ал бара бер. Болады. Патшайым, Фарсы ордасынан елші келіп тұр, кіруге рұқсат сұрайды. Кері елші жіберді де. Кірсін. Ал, сөйлей бер елші. Мен Парсы елі, Кир патша жіберген елшімін. Менің патшам сізге бағынсын деп бұйырады. Әйелі болғаныңызды, еліңіз еліне, жеріңіз жеріне қосылғанын қалайды. Біздің әскеріміз өте көп, және өте жақсы қарулар бар. Егер осы сөздерге келіссеңіз, сізді лайықты сыйлықтар күтіп отыр. Ана елшіні қайдысы? Отыз баргам. Елшіге келісуге болмайды. Мардан, патшаға айта бар. Біз соғысуға дайынбыз. Одан да соғысатын жерін айтсын. Біз онда соғысты бастаймыз. Соғысатын жеріміз Яксар, сырдың жағасы. Түсіндім. Керсақтардың түбіне жетеді. Енді кермен соғысы талдайық. 3 күннен соң майданға аттанамыз. Спаргатис, барлау әскерін өзің басқарасың. Көп болады. Елші, сен місің? Менімен неге сөйлеспек болдың? Сен секілді батырдың ерліктерін көп естідім, қайран қалып сүйсіндім. Бірақ ербасымен неге әйел адамға бағыныпсың? Неге өзің патша болмайсың? Я, патша тағына отыру арманым, бірақ кедергі болып жүрген Томирис. Ақша жағынан қиналма. Егер бізге көмектессең, біз саған жәрдемдесеміз. Томирис тұтса, сақтарға сен патша боласың. Олай болса, менің де саған бір сырымды ашайын. Томиристің жалғыз ұлы Спаргатис соңдарынан еріп барлау әскерін бастамақшы. Оған қоса, патша Кирдің алдына барған шұғыла емес, Томиристің дәл өзі. Мына көпен мені таң қалдырды. Патшаңды жай қарай қоймас. Келістік. Көп рахмет. Әмірші, алдыңызға сақ ханзадасы Спаргатисті әкеліп отырмын. Тұтқын қалды. Сапар көмектесті және үлкен бір құпияның бетін ашып берді. Сізге елші болып келген шұғыла Томирис патшаның дәл өзі болып шықты. Не? Томирис патшайым мені алдап соқты деген келіп тұр ма? Әмірші. Келіңдер, сақ ханзадасын көрейік. Кірсін.
Сақтардың батыр ханзадасы. Ержүрек батыр болсаң, әскер басы етіп тағайындаймын. Маған қолбасшы бол. Мен елімді ешқашан таппаймын. Саған қызмет етпеймін, түсіндің бе кел? Олай болса, өлтіріп шешесіне жіберіңдер. Жібер! Мұндай қазаға көз жасымен емес, кек қайтару арқылы жауап беруге бел байлады. Томирис бұлыққа көшеді, қорқып жолдан қашқандай әрекет жасайды. Керді әскери бастығы топ шатқалына алып келеді. Сол жерде қатты шайқас болып, 200 мың парсы әскерін Шир патшамен бірге жойып жібереді. Тіпті парсылардың жеңілгенін хабарлайтын жаушы да қалмайды. Томирис патша сақтарды парсы жаулап алуынан сақтады. Осылайша сақтар тәуелсіздігін сақтап қалды. Патшалардың патшасы кем? Қанға осынша тұзақ тербеді. Аңсағаның сақтың қаны еді. Ал енді тойғаныңша іш. Сарбаздар! Бекзада Спаргатистің денесін Жетісудың кең ордасына барып, алтынға бөлек, күміс тақытқа салып көміңде. Өлді де ешкім айтпасын. Өлгенімізді ешкім білмесін. Сақ біткен бізді тіріліп түсінсін. Біз осынау сардалаға әлі сан рет қанша ораламыз. Балаңды құрбандыққа шалдың. Сайынды құрбандыққа шалдың. Сүйгеніңнің басын алдың. Өзің ғана қалдың. Өзіңе не қалды? Айтшы, Томирис, не қалды? Сақ деген ел қалған жоқ па? Сақтың сары даласы жер қалған жоқ па? Жақындарымның қазасы әрине жаныма батады. Бірақ елімнің тәуелсіздігі бәрінен де жоғары. Қауіпті жаудың бетін қайтардық. Еліміздің азаттығын сақтап қалдық. Солай емес пе? Я патшайым, халқыңыздың басын біріктіріп, жаудан сақтап қалдыңыз. Қайға бермей күш-жігерін жинай білдіңіз. Ел бірлігі мықты болса, ешқандай жауал алмас. Таптаймын деп келген жау
табанына сала алмас. Оқушылар, ұстаздар, мынау біздің театрымыздың жаңа оқу жылындағы аз ғана, шағын ғана қойылымыз болатын. Енді рөлдерді сомдаған Ақсарай театрының белді мүшелері. Сақшы рөлінде Манат Нұрсәуле, 9-шы Б сынып оқушысы. Рүстем рөлінде Әліпбай Марғұлан, 7-ші Г сынып оқушысы. Сатқын Сапар рөлінде Серғали Нұрғали, 9-шы А сынып оқушысы. Елес Кемпір рөлінде 7-ші Б сынып оқушысы Кенжегүл Олжан. Кирдің уәзірі Мардан рөлінде 9-шы А сынып оқушысы Медетақын Марғұлан. Спаргапис рөлінде 7-ші Г сынып оқушысы Базарғали Айбек. Кир патша рөлінде 9-шы Б сынып оқушысы Маканов Әділ. Томиристің құрбысы 7-ші Г сынып оқушысы Имаш Ақниет. Басты рөлде біздің Ақсарай театрының белді мүшесі, биылғы 11-ші сыныптың түлегі 11-ші Ә сынып оқушысы Әділхан Жанел. Енді құрметті оқушылар, қошемет. Біздің театрымызға балалар биыл 5 жыл толады. Осы 5 жыл ішінде менің шәкірттерімнің осындай сахналық қойылым көрсетіп жатқаны үлкен тәнті риза болып тұрмын. Сонымен қатар біздің үлкен қуанышымыз, құрметті оқушылар. Мен жақында ғана Қазақстан мұғалімі атты конкурсқа қатысып, алдыларыңызда тұрған үлкен экранды мектепке ұтып алған болатынбыз. Бүгінгі сол қуанышымыздың тұсауын кескелі тұр. Осындай әріптестеріммен және осындай өнерлі шәкірттеріммен мен үнемі мақтанамын. Осындай қойылымымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.